Сәлем достарым, бүгін мен сіздерге Нугабостың белдігі Miracle 2 деп аталатын белдікпен таныстыратын боламын. Міне өзі қосылатын жері мынау Miracle 2 деп жазылып тұр. Мынау Nugabos Medical'дың эмблемасы. Міне мынау өзі сүртіп алуға өте ыңғайлы, кәдімгі не жасалған. Дастарханның бет сияқты жасалған. Сүртіп алуға ыңғайлы. Мына жерлерінде міне жабысып қалатын жаңағы жабыстыруға арналған нәрсе. Ораған кезде айналып жабысады. Енді бұл белдіктің өзінің размерлері болады. Мен мынау өзіме шақтап кішкентайын алғанмын. Кейбір кезде бізге емделуге келген кезде пациенттер көбіне семіздіктен зардап шегетін әйелдер келеді кейде, сол кезде бұл беліне жетпей қалып жатады көбісінің. Сол кезде ойладым, шамалы үлкен размер ала берген жақсы екен негізі. Сол кезде көп болса бір айналдырып таға салуға болады. Ал мынау несі өзі кішкентай болып тұрса, бұны жетпейді. Мына екі жеріне кейбір әйелдердің беліне келген кезде міне мынау менің өзіме арналып жасалған. Міне мынаға жабысып қалады өзі. Қарайды. Мына ұшының өзін қойып қойғанда міне жаңағы неғып тұрады, жетпей тұрады. Міне көрдіңіздер, белдің несі размері қандай. Мен қысып тұрып байлап қоямын бұны, бірақ кейбір әйелдерге мынау жетпей қалып жатады. Сондықтан алатын кезде негізі үлкен ала берген жақсы екен. Нақты размерді айтып қоямын. Мен сөйтіп жаңағы көбісі пайдаланғысы келеді, бірақ размері сәйкес келмей қалып жатады. Міне мына жерде характеристикасы болады. Қашан шыққан нәрсені жазылып тұрады өзі. Міне көріп тұрсыздар ма? Уақытына дейін көрсетіліп тұр. Міне нақты уақыты көрсетіліп тұр. 2013 жылы деп жазып тұр, көрдіңіздер ме? 9 жыл болған екен пайдаланып келе жатқаныма. Содан бері бірде-бір бұзылған емес. Міне барлық нелері нақты көрініп тұрады. Енді мынау турмалин. Бұл турмалиндер ысытпайды. Мысалға мынау турмалин матрас, бұл матрас тоққа қосылған кезде мыналар ысиды. Ысыған кезде бұл неше түрлі емдік минералдардың барлығы адамның бойына тарай бастайды. Бұлар қанды сұйылтады ғой, ал мынада ондай емес. Мынау тұрғандар ысымайды. Бұл тоққа қосылады, бірақ бұл зарядталады. Зарядтап, телефон сияқты зарядтап қоямыз, бірақ мыналар ысымайды, мыналар арқылы тоқ жүреді. Мыналар арқылы тоқпен жұмыс жасап тұрады. Сол тоқ жұмыс істемей тұрған ішектерді жұмыс істетеді. Мысалы, кімде іш қатып қала береді, солардың барлығының жұмысын істетіп, іш қатудан біржолата айығып кетесіздер. Мынадай пойыз пайдаланатын болсаңыздар. Мыналардың барлығы тоқпен емделіп, тоқ жібереді де, жұмыс істемей тұрған жалқау ішекті жұмыс істетеді. Майларды кетіреді, майлардың барлығы қалың болып тұрып алады, соларға жақсы көмектеседі. Енді бұл белдік туралы тағы не айтамыз? Бұл Южный Кореялық Nugabos Medical'дың белдігі. Бұл Miracle 2 деп жазылып тұр. Енді бұл миостимулятор негізінде. Бұл бұлшықеттерді міндеттеп тұрып жұмыс жасатады. Яғни ток арқылы нерв ұштарындағы ауырсынуды тоқтатады. Бұл белдікпен қолды, аяқты, ішімізді, белімізді емдей аламыз. Сонымен бірге салмағы 760 грамм. Өте ауыр емес. Бұны бүктеп кәдімгідей сумкаға салып алып кете беруге болады. Пакетке, сумкаға салып алып кете беруге ыңғайлы. Бір зарядтап алсаңыз болды. Болмаса кетіп бара жатқан кезде беліңізге тағып алып кете беруге болады. 760 грамм екен небәрі. Қолданылуы оңай. Жаңа қосатын жерін көрсеттім. Қосып өшіретін. Енді небәрі 15 минут зарядтап алсаңыз, сол бір аптаға жетеді. Немесе 50 рет пайдалануға жетеді. Сондықтан ыңғайлы. Енді регулировкасына келетін болсақ, міне регулировкасы мынау ғой, жаңағы бағана көрсеттім ғой, міне мынаны бүйтіп қосқан кезде мынау жанады светі, міне осы регулировкасы. Енді бұраған кезде бұл 63,5, ең азғантай 63,5 тұрады екен мынаусы. Ал ең көп болғанда 142,2, ең үлкені. Енді Nugabos'тың кез келген өнімін Nugabos KZ сайтынан алуларыңызға болады. Сонымен бірге сату KZ деген сияқты үлкен жаңағы дүкендер болады, ол платформа, интернет, сол арқылы заказ бересіздер, өздері әкеліп береді. Енді бұл қандай ауруларға ем болады? Ең алдымен семіздікті ең оңай шешім деп айтуға болады. Яғни семіздікті жоқ қыла алады. Өйткені айтып тұрмыз, тоқтар арқылы қосқан кезде тоқ жүреді жаймен деп, соны күштілі тоққа қоясыз ба, әлде әлсіз тоқына қоясыз ба, әйтеуір тоққа қойып қоясыз. Сол кезде майларды жаймен деп тарқатып жібереді. Күнде тоқ арқылы сол қалың қабат майды тарқатып жіберуге қауқары бар. Сонымен бірге қаншама диетада жүріп, жегісі келген нәрсені жей алмай, ішкісі келген нәрсені іше алмай жүретін адамдар өздерін қинамай осындай
массажер арқылы массажер деппін ғой, иә, массажерға да келеді, ми стимулятор белдігі арқылы арықтап алуға мүмкіндіктері бар. Енді сонымен бірге іш қатудан бір жола құтыласыз осы белдік арқылы. Өйткені жалқау ішекті міндеттеп тұрып жұмыс жасатады. Белдіктегі тоқ жіберу арқылы емдей бастайды. Соңында іш жүргізетін дәрілерді сатып алып ішкеніңіздің өзін ұмытып қаласыз. Өйткені іш қатудан бірден-бір құтылудың ең оңай жолы. Өйткені іш жүргізетін дәріні іше беру адам денсаулығына өте зиян. Ол ішекті одан әрі жалқау болуға әкеліп соғады. Кейіннен оның өзі әсер етпей қалатын болады, егер де соған организм үйреніп кететін болса. Сонымен бірге өттің жұмысын жақсартады. Яғни өт ішке белдікті таққан кезде жақсы жұмыс жасатады. Сол арқылы өттен болатын проблема, өттің қоюлануы, қисаюы, тамбай қалуы, тас байлануы деген сияқты, өтте тас бар екен деп атады, соның барлығын жоқ қылады. Яғни өттен болған проблеманың барлығын жояды. Ісініп кету, кейбіреулер су ішкен кезде аяқ қолы ісіп кетеді, соларға да жақсы көмектеседі. Сонымен бірге көптеген ауруларға ем болады. Атап айтатын болсам, целлюлит, артық салмақтан арылу, остеохондроз, сколиоз, иммунитетті көтеруге себебі бар. Сонымен бірге грижа, артроз, ишиас, судорогасы бар кезде, варикоз, аяқ немесе қолдың ұйып қалуы, саусақтардың ұйып қалуы, қан айналымының нашарлығы, остеопороз, тағы басқа көптеген аурулардың барлығынан айықтыруға көмегі бар. Енді айта кететін бір нәрсе, осы Nugabest Medical деген компанияда Nugabest 1, Nugabest Miracle 2, Nugabest Miracle 1 деген екі түрлі не бар, белдік бар. Miracle 2 деген осы жаңа айтып отырған тоқ арқылы жүретіні. Ал Miracle 1 дегені, ол мынадай дәл осы сияқты турмалин тастардан жасалған. Ол мынау сияқты тоқпен емдемейді, ол қыздырады. Дәл матрас сияқты қыздырады. Ол енді қыздырғанға жақсы, бірақ мынадан айырмашылығы жоқ оның. Мынау қалай қыздырады, ол да солай қыздырады. Ал мынау тоқ, ол ешқайсысында жоқ. Мынау одан әлдеқайда қымбатырақ тұрады. Сондықтан алатын кезде Miracle 1-ді алып жатсыз ба, Miracle 2-ні алып жатсыз ба, осыған нақты жаңағы анықтап алыңыздар. Енді қарсы көрсетілімдері бар бұның. Қарсы көрсетілімдері қандай? Ол онкологиялық аурумен ауырып жүрген адамдарға бұл белдікті қолдануға мүлдем болмайды. Жаңағы злокачественный ма, доброкачественный ма, оған қарамайды. Қандай болса да онкологияға жақын деп сізге жаңағы онкомаркер тапсырды ма, қандай да бір өсінділер бар ма, міндетті түрде бұны қолданбаңыз. Өйткені түйіндер уже болып кеткен. Кез келген Nugabest'тің заттарын алған кезде түйіндер пайда болатын болса, мысалы зобта, басқа жерде ешқайсысын пайдалануға болмайды. Бірінші сатысында пайдалануға болады, бірақ үшінші, төртінші сатысында мүлдем пайдалануға болмайды. Сонымен бірге лимфома немесе лейкоз кезінде пайдалануға болмайды, осы злокачественный болатын болса. Сонымен бірге дерматоз, дерматит, іріңді жаралар, паразиттер бар болатын болса, бұнда оны қолданбау керек. Яғни сіз пайдаланайын деп жатқан жер мойныңыз ба, ішіңіз ба, бұны кез келген жерге қоя беруге болады. Мысалы, аяғыңыз ауырып тұр ма, аяғыңызға мынаны орап қоя саласыз. Беліңіз ауырып тұр ма, белге қоясыз. Қолыңыз ауырып тұр ма, қолға қоясыз деген сияқты мынаны кез келген жерге қоюға болады. Сол арқылы ауырып тұрған жерді басады. Мына әйелдерде етектер келетін кезде, етектер келген кезде қатты ауырады ғой, сол кезде мынаны ішке тағылатын болса, бір 5 минут тағатын болса, бірден қойдырады. Бұл как обезболивающий сияқты әсер етеді негізі. Сол сияқты сіз қояйын деп жатқан жерде, мысалы, дерматит, дерматоз болатын болса, сіз мүлдем пайдаланбаңыз. Қояйын деп жатқан, мысалы, ішіңізге қояйын деп тұрсыз, аяғыңызға қояйын деп, сол қоятын жерде жара, іріңді жара, жарақаттар бар болатын болса, онда оны пайдалануға болмайды. Сонымен бірге күйіп қалған жерге қоюға болмайды, жырылған, сырылған, соғылған деген жерлерге қоюға болмайды. Бел омыртқаның деформациясы кезінде мүлдем пайдаланбаған дұрыс. Деформация деген орны өзгеріп кеткен деген сөз. Мысалы, сүйектер орнынан бір-бірімен мүжіліп, деформацияға түсуі мүмкін, болмаса қисайып деформацияға түсуі мүмкін. Сол кездерде бұны қолдануға болмайды екен. Сонымен бірге бұны таққан кезде ережесі бар. Дәл 1 сағат таққаннан кейін оны өшіріп қойып қоясыз. Міндетті түрде 2-3 сағат үзіліс жасайсыз, содан кейін барып қайтадан тағасыз. Азана кешке дейін тағып алып жүруге болмайды, өйткені бұл тоқ әсер етеді. Шамалы үзіліс жасап тұру керек. Өзінің ережесінде солай жазылған. Соны ескере жүріңіздер. Бұл белдікті тағып алып ұйықтап қалуға болмайды. Айтып отырмын, белгілі бір уақыт аралығында ғана тағып, содан кейін өшіріп қойған дұрыс. Сондықтан өзінің ережелерін сақтап пайдалансаңыздар, бұл өте мықты, ең қымбат белдік болып табылады. Бұл емдейтін бірнеше дәрінің орнын ауыстыра алатын белдік болып табылады. Негізі бағасы да қымбат тұрады, бірақ адамның денсаулығынан артық ештеңе жоқ, сондықтан алып алуға болады. Негізі өзінің бағасы 139 мың теңге тұрады. Негізі бөліп алсаңыздар да алып алуларыңызға болады, немесе бір отпускной алған кезде алып алсаңыздар болады. Әйтеуір бір крупный ақша түскен кезде алып алсаңыздар, бұл өзі бұзыла да қоймайды, неше жыл бойы пайдалана бересіздер. Егер де мен айтқан ақпараттар сіздерге ұнаған болса, жаңа тың ақпарат алған болсаңыздар,
лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, мен міндетті түрде жауап беремін. Мен Қызылорда қаласындамын. Егер де Қызылорда қаласында болсаңыздар, бұл белдіктерді мен арендаға да беремін. Тек қана бұл белдікті емес, кез келген матрасты, болмаса жилет, жакет жамылғысы, қандай түрі бар, массажер, соларды, аяқ массажер для ног деген бар менде, кейінгі шыққаны бар, бұрынғысы бар, әйтеуір солардың барлығын мен арендаға бере аламын. Алып бір күнге алғанмен әсер болмауы мүмкін, кем дегенде бір аптаға, ең болмағанда 5 күн пайдаланғандарыңыз жақсы. Енді мынаны 1 сағат пайдаланып шамалы күте тұруға болады, соның өзінде жақсы әсер етеді. Енді кез келген қалада Нугабостың офистері болады, сол жерлерге барсаңыздар тегін пайдалануға мүмкіндіктеріңіз бар, бірақ кейін сатып алам деп айтуларыңыз керек. Сол кезде бір ай бойы тегін пайдаланып көресіздер. Сол кезде сіздердің организмдеріңізге, ағзаларыңызға жақса, соның пайдасы бар екенін анық көздеріңізге жетеді. Сол кезде сатып алуларыңызға болады. Ал кейбіреулер болады, алып ой, бұл өтірік екен деп жүретін адамдар болады. Сондайларға жақсы, анық-қанығын көріп, сосын барып алғандарыңызға жақсы. Негізі бұл Нугабостың кез келген өнімі маған қатты ұнайды. Мен Нугабостың барлық өнімдерін сатып алуға дайынмын. Осы кезде Нугабостың өнімдері жаңарып жатыр, неше түрлі шығып жатыр. Соның барлығын алғым келеді. Өйткені Нугабост фирмасы маған қатты ұнайды. Дәрі-дәрмексіз ем болып табылады. Сондықтан пайдаларыңызға жарасын, ауырмаңыздар, сау болыңыздар.